Мен Сәбитова Бибігүл Бектұрсынқызы Қостанай қаласы білім бөлімінің нөмірі 11-ші бөбекжайына 2023 жылғы 21 тамыздан бастап меңгеруші болып тағайындалдым. Білім беру ұйымын басқару бұл тек әкімшілік қызмет қана емес, бұл болашақ ұрпақтың тағдырына жауапкершілікпен қарау, әр баланың жүрегіне жол таба алатын ортаны қалыптастыру. Сондықтан мен үшін басқару жүйелік, жаңашылдық және адамға бағытталған құндылықтардың үйлесімі. Менің басқару ұстанымым үш негізгі қағидаға негізделеді. Ашықтық пен сенім, әр педагогтың пікірін ескеру, үздіксіз даму, жаңашылдыққа ұмтылу, нәтижеге бағытталу, нақты көрсеткіштер арқылы алға жылжу. Әрбір жоспар нақты талдаудан басталып, мониторинг арқылы түзетіліп отырады. Бұл басқарудың икемді әрі тиімді моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Балабақшаның дамуы келесі басым бағыттар арқылы жүзеге асырылуда. Сапалы білім басты мақсат. Балалардың танымдық, эмоционалдық және әлеуметтік дамуына бағытталған заманауи білім беру ортасын қалыптастыру. Екінші, инновация даму драйвері. Ақпараттық коммуникативтік технологиялар, цифрлық ресурстар және жасанды интеллект мүмкіндіктерін білім беру үдерісіне енгізу. Үшінші, ұлттық құндылықтар тәрбие негізі. Мемлекеттік тілде тәрбие бере отырып, балалардың бойына салт дәстүрді, ұлттық мәдениетті сіңіру. Төртінші, серіктестік табыс кепілі. Ата-аналарды білім беру процесінің белсенді қатысушы ретінде тарту. Алға қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер жүзеге асырылуда. Балалардың дамуына қолайлы, қауіпсіз және ынталандырушы орта құру. Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жүйелі арттыру. Әр баланың жеке қабілетін дамытуға бағытталған жеке тәсілді енгізу. Инклюзивті білім беру мәдениетін қалыптастыру. Балаларды мектепке сапалы дайындау. Әлеуметтік теңдікті қамтамасыз ету. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Ұлттық тәрбиені күнделікті өмірмен байланыстыру. Ата-аналармен серіктестік қарым-қатынасты нығайту. Соңғы 2 жылда балабақшада айтарлықтай оң өзгерістер байқалды. Педагогтар цифрлық технологияларда, электронды платформаларда және жасанды интеллект құралдарын қолдана бастады. Ойын арқылы оқыту, жобалық және зерттеушілік әдістер кеңінен енгізілді. Авторлық бағдарламалар мен әдістемелер әзірленді. Бұл жетістіктер басқарудың қолдауына, шығармашылық еркіндікке, ынталандыру жүйесіне негізделген. Өзімді тек басшы ретінде шектемей, ұжымның бір мүшесі ретінде көрсетемін. Кез келген ортақ іске белсене қатысып, өзгелерге үлгі болып, нәтижеге бағытталған әрекет көрсетемін. Себебі нағыз көшбасшылық сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Осындай бастамашылдық пен жауапкершілік ұжымда бірлік пен сенімді арттырып, ортақ мақсатқа бірге жетуге жол ашады. Басшылыққа келген сәттен бастап шаруашылық жұмыстарын жүйелі түрде үйлестіріп, нақты нәтижеге бағытталдым. Өз бастамаммен салқын су құбырларын, музыка залы қабырғалары тегістетіліп, жаңартылды. Топ перделері мен қабырға түсқағаздарын ауыстырдым. 25 жылы балабақшаның төбе жаманын жөндеп, балалар ойнайтын алаңдағы ескі құмсалғыштарды жаңғырттым. Кез келген мәселені дер кезінде шешіп, оңтайлы жолдарын табу арқылы мекеменің қауіпсіз әрі жайлы ортасын қалыптастыруға үлесімді қосып келемін. Балабақшада 37 педагог тұрақты еңбек етеді. Кәсіби даму динамикасы 2023-24 жылдары 7 педагог, 24-25 жылдары 16 педагог, 2025-26 оқу жылдарында 22 педагог, соның ішінде 21 педагог инклюзивті білім беру бағытында, 8 педагог жасанды интеллект бойынша білім алды. Нәтижесінде педагогтардың 100% біліктілігін арттырды. 10 педагог өз білімдерін жоғары оқу орындарында жалғастыруда. Мен басшы ретінде педагогтардың тек орындаушы емес, ізденуші, зерттеуші, жаңашыл тұлға болуына жағдай жасаймын. Жүргізілген жүйелі жұмыстың нәтижесінде педагогтардың кәсіби белсенділігі артты. Ата-аналардың балабақша өміріне қатысуы күшейді. Балалардың даму көрсеткіштері жақсарды. Қорытындылай келе, мен үшін басқару бұл тек психологиялық жоспармен есеп емес. Бұл сенім, шабыт және болашаққа бағытталған үлкен жауапкершілік. Менің мақсатым әр баланың жүрегіне жылулық ұялататын, әр педагогтың кәсіби қанатын кеңейтетін, әр ата-ананың сеніміне ие болатын заманауи, жаңашыл балабақша қалыптастыру. Өйткені бүгінгі балабақша ертеңгі ел болашағының бастауы.